Аман-есен Ташкент қаласына жетіп, өзіміздің дүкенімізге қарай бет алдық. Қазір бұйырса ашылу салтанатына қатысып, қызыл лентаны кесіп, ары қарай 1-2 жылда бұйырса Ташкентті, Өзбекстанды жаулап алатын боламыз. Қайырлы күн, баршаңыздың қалдарыңыз қалай? Осыдан 4 жыл бұрын ашылған Oxyprop компаниясы сол кезде 2 адаммен ашылған болатын, және де бастаған кезде алғашында 7 миллион теңге ақшамен бастаған едік. Қазіргі таңда компания өсіп өркендеп 4 жылдың ішінде қазір 45 адам жұмыс істейді біздің компанияда, және де жылдық обороты осы 23 жылы 2 миллиард теңгеден бұйырса асып жығылайын деп отыр. Және де Қазақстанда өзіміз жақсы жұмыс істеп, тұтынушыларымыздың көңілінен шығып қана қоймай, енді бұйырса көршілес елдерден де ашылсақ деп отырмыз. Олар да біздің инструменттердің игілігін көріп, пайдасын көріп, өздерінің жұмыстарын жеңілдетсе деп, Өзбекстаннан Ташкент қаласынан ашылғалы отырмыз. Әрине ол тілін білмейтін жат жерде бұндай кәсіп ашып жүргізіп кету оңай емес. Сондықтан біз Рашид мырзамен партнер болып жұмыс істеп отырмыз. Рашид мырза біздің алғашқы тұтынушымыз. Oxyprop жаңадан ашылған кезде бізден пистолет алып жұмыс істеген сантегін, бір жағы мен коллегам десем де болады. Одан кейін біздің компанияға жұмысқа кіріп, кейіннен производство саласында өзінің үлкен үлесін қосты. Oxyprop G3 аппаратын жасау барысында. Кейіннен өзінің идеясымен осы Ташкент қаласының тумасы болғандықтан, осы жерден сұраныс көп екендігін айтып, осы жерден магазин ашу идеясын тастаған өзі. Қазір енді партнер болып отырмыз. Бұйырса алдағы уақытта осы Рашид мырзаға біз үлкен үміт артып отырмыз. Осы кісінің арқасында бүткіл Өзбекстанда Oxyprop'тың деңгейін көтеріп, Қазақстандағы сияқты нарықты жаулап алатынына сенеміз. Онда бәрекелді, құтты болсын. Рахмет. Бұйырса жұмысымыз алға баса берсін. Ендеше лентасын кесіп, ішіне кіріп, магазин ішін бір көрсетейік сіздерге. Көріп тұрғандай осы Алматыдағыдай өзіміздің продукциямыз, баяғыдан бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Алматыда потенциалын көріп, мен өзі Өзбекстан тумасы болған себеп, не үшін өзбек халқы осы инструменттермен жұмыс істесе болады ғой деген ойменен, осындай предложениемен жаңағы осы магазинді аштық. Алла бұйырса, келешекте осы 2-3 жылда Қазақстанның филиалдары, Қазақстанның магазиндер деңгейіне, оборотына жетеміз деп ойлаймын. И осы өзбек халқы жұмысы жеңілдесіп, жұмыстары алға бассын деген ойменен үстіп ашып отырмыз. Распылителдер, жаңағы Бізде кейбір ассортименттеріміз жоқ екен. Ассортименттер толық емес, потому что бізде бірінші рет ашылған соң, пока что осындай ассортиментпенен көрейік дедік. Ол основной ходовой заттарды алып келдік. Келешекте ассортимент көбейтіре береміз. Тағы да келешекте G3 Pro'мыз бар, олды алып келеміз деп отырмыз. Одан кейін M20'ымыз бар, одан кейін көп келмей қалған инструменттеріміз көп. Бұлай айтқанда Қазақстандағы жартылай ассортиментіміз кеп тұр. Керісінше, мен местный сияқтымын, Ташкентте Рашид қобалжып тұрған себебі осы магазинді ашып жұмыс істеп жатқан мойнына үлкен жауапкершілік.
бірақ енді ары бері жүгіріп растамош жасап, бұның бәрін заказ беріп, бағаларын есептеп, санап, оның бәрі біраз жұмыс, бірақ жұмыс енді басталып жатыр бұл жерде. Осы жерге келіп, жаңа сезінгенім, біз жаңадан ең алғаш бастаған кезде ештеңеден хабарымыз жоқ, біз үйрететін, көрсететін де ешкім жоқ, нағыз қиыншылық сол кезде болған. Ал жетістікке жетудің сыры, ешқандай құпиясы жоқ оның, оның құпиясы еңбекте. Еңбек деген, ол бірден бола кетпейді, уақыт өте келетін, жиналатын тәжірибе, ол жер қазып тастау, жаңа 10 рет аджиман жасау емес еңбек деген, ол ой еңбегі. Сен басыңды істетіп, ақылды қадамдармен дұрыс шақтар жасасаң, сол саған көп нәтиже алып келеді. Одан кейін қателесуден қорықпау керек. Бізге жалтақтамай, Қазақстанға өз бетімен шешім қабылдап, біз де қателесеміз, қазір де қателесіп жатырмыз. Бір шешім компанияға 50 миллион, 100 миллион табыс әкеліп жүрсе, бір шешім 20, 30 миллион, 40 миллион қарызға батырып тастайтын кездері болады. Одан қорықпау керек. Адам қателеспейінше тәжірибе жинамайды. Сол үшін бізге жалтақтамай, мына жақта тапсырдық, өз бетімен шешім қабылдап, қорықпай, қобалжымай, сөйтіп қателіктермен сабақ аласың. Сол сабағың тәжірибе болады, сол тәжірибе саған табыс алып келетін болады. Енді осы Оксипроп Ташкент деп атаймыз, өзіміз сөйтіп ат қойып алғанбыз. Осы магазинімізді кішкене таныстырып өтейін. Бұлай бәрін айтып өтейін қысқаша. Жаңағы дюбель ататын пистолеттеріміз, пороховой дюбель ататын пистолеттеріміз, распылительдер, покрасочный, мына жақта шпаклевочный аппараттарымыз. Бұның бәрі түр-түрімен жаңағы мощностьына қарап. Сосын мына жақта расходниктеріміз, расходный материал, жаңағы сапло деген секілді, сальник секілді. Сосын мына жақта ресепшн, бірақ әлі жұмысқа қыз алған жоқпыз, бір қыз алу керек. Өзбекстанда таныс жақсы қыздарым болса, кассирша айтсаңдар болады. Вакансия бос тұр. Сосын мына жақта да расходниктер, шлиф машина расходниктері, шлиф машиналар. Сол өзіміздің Алматы, Қазақстандағыдай сол ассортимент, бірақ бір 60% деп айтсақ болады. Сосын мынау заттарымыз симай қалған, мына жаққа залға қойып жердік. Толық аппараттар келген соң, мына жақта тағы да жасырын запас витриналарымыз бар, жетеді. Сосын мынау біздің коридор, былай айтқанда, мына жақта бухгалтер отыратын кабинетіміз, пока что дайын емес. Стол, стулья алып келіп, бәрін жиһаздарды алып келіп қою керек. Тағы да симай қалған складымызға. Сосын шегелеріміз тоже коридорға қойып тастадық, өстіп, алла бұйырса осының бәрі тез күнде сатылып кетеді деген ойдамыз. И ең главный біздің склад. Біздің барлық байлығымыз осында. Біздің Ташкентте ашылған дүкенімізді көріп қуанып қалдық. Магазин іші керемет, әдемі, бәрі ұнады. Рашидке рахмет, осындай жақсы магазин ашып, жұмысын бастап жатқанына. Енді ары қарай осы уақытқа дейін тәжірибемнен айтарым. Бұл инструменттер өздерін тек демонстрация кезінде саталады. Сол үшін ары қарай бір демонстрацион зона болса, содан кейін инструмент болғаннан кейін міндетті түрде бұзылады. Сол кезде жылдам жасап беретін сервис-центр қажет. Складтың ішіндегі сервис-центр кішкене ыңғайсыздау жерде екен. Міндетті түрде сервис-центр қосу керек. Содан кейін үшінші, бұл инструменттер туралы кәсіби түрде түсіндіріп жеткізу керек тұтынушыларға. Сол жаңағы клиенттерге консультация беретін менеджерлерді жақсылап үйретіп дайындау керек. Олар тек сөзбен ғана емес, іспен үйретіп, құрылысқа алып барып, жұмыс барысында өздері істеп қолданып көрсе ғана тұтынушының жүрегіне жеткізіп айта алады. Және де төртіншісі, жаңа базарда бутик ашып отырғандай тұтынушылардың келгенін күтіріп отыра бермей, біздің тұтынушыларымыз құрылысшылар болғандықтан олардың көбіне жұмыстан қолдар босай бермейді. Сол үшін құрылыс объектілеріне, құрылыс нысандарына барып, осы инструменттердің қалай жұмыс істейтінін, оларға қандай пайда алып келетінін, біз не үшін сатып жатырмыз, ол не үшін сатып алу керек деген сұрақтардың жауабын сол жерде нақты тауып беріп түсіндірген дұрыс деп ойлаймын. Міндетті түрде объект аралап сату керек. Сол осы кемшіліктерді түзетсе, еңбек етсе, бұйырса Қазақстандағы сияқты жақсы жетістіктерге жетеді деген сенімдіміз. Біздің де өзіміздің кемшіліктеріміз бар, бұйырса Қазақстанда да одан да үлкен, одан да жақсы деңгейге көтерілеміз деген ойдамыз. Енді біз Қазақстанда жаңадан ашылған кезде көпшілік құрылысшылардың бұдан мүлдем хабар болмаған, сол үшін түсіндіріп оларға жеткізу
қиын болған еді. Ал өздеріңіз білетіндей, біздің Қазақстанда өзбек елінен келіп жұмыс істейтін құрылысшылар өте көп. Олар кейін өз еліне қайтады Өзбекстанға. Сөйтіп бұл жақта да сол салада жұмыс істейтін болғандықтан бізді Оксипропты білетін, танитын кісілер бұл жақта көп екен, қуанышымызға орай. Осы жақ Өзбекстандағы туысқандарыңыз, таныстарыңыз болып жатса, Бобыр 78 деген мекен жайда ашылды біздің дүкеніміз, аэропорт жақтан келе жатқандағы көпірдің жанында орналасқан.